Сәлеметсіңдер ме сенпаз балапандар, бүгінгі өтетін сабағымыз 56-шы сабақ. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз балалар. Сабағымыздың тақырыбы жұмбаққа толы әлем. Дәлелде дейді, бірінші ретін көрсет. Күннің батуы, шығуы, таңның ағаруы, таңның білінуі, күннің көтерілуі, толған ай, жарты ай, туған ай, бұлт, шалшық, жаңбыр. Бұл жерде реті былай болады. Бірінші шығады күн, содан кейін батады. Сол үшін шығуы, күннің батуы, күннің көтерілуі, таңның білінуі, таңның ағаруы. Яғни күн жайлап көтерілгенде таң біліне бастайды. Толық көтерілгенде таң ағарады. Туған ай, жарты ай, толған ай. Бірінші ай жіп-жіңішке болып туған ай болады, содан кейін жарты ай болады, содан кейін толған ай болып толық дөңгелек ай болады. Бірінші күн бұлттанады, жаңбыр жауады, ал жаңбыр жауып болғаннан кейін шалшығы қалады. Сол үшін бұлт, жаңбыр, шалшық реті. Келесі жаттығу өзің осыған ұқсас бір тапсырма құра. Ал осыған ұқсас тапсырма жаңбыр, бұршақ, кемпір қосақ, күн шығуы, кеш батуы, жұлдыздар пайда болу, айдың шығуы, қар жауу, күн суу, мұз қату. Бұл жерде тапсырма күйінде тұр, сондықтан реті көрсетілмеген. Келесі түсініп оқы. Аспан, аспан түбі көкпенбек, беті ақшыл мұнарлы, жұлдыз сонау көктен кеп, сығалауы тым әлі. Күн, күнсіз шөп те көктемес, аспан оның тұрағы, күнсіз еңбек еткен еш, күн әлемнің шырағы. Ай, күннен алар жарықты, бірақ күндіз көрінбес, түн мұхитын жарық қып, жүзуден еш ерінбес. Шолпан, таң қыланда туады, Зухра оның бір аты, қараңғыны қуады, сөйту оның мұраты. Құс жолы, аспан бетін шандатып, бәйге шауып өткендей, не кеменің таңғасық ізі қалып кеткендей. Үркер, топтан бөлек тұрғасын, тұла бойын нұр кернеп, көріп бөлеп тұлғасын, атаған жұрт үркер деп. Болжа дейді. Үшінші оқып, жоғарыда қай өлеңнің екінші шумағы болуы мүмкін екенін дәлелде. Көкте жүзген қалайы секілді ақ табақ бір, жұлдыздардың талайы қоршап алып қарап тұр. Яғни қалайы дегенімізде металдың түрі, оның түсі ақшыл сұр болып келеді. Осыны ескере отырып, бұл ай деген өлеңнің екінші шумағы болуы мүмкін. Себебі екеуінде де айды бейнелеп, баламалап көрсетіліп тұр. Келесі сұрақтарға жауап береміз. Құс жолының бейнесін ақын қай тәсіл арқылы суреттеген? Ай мен күнге қандай теңеу айтар едің? Күннің бату шығу тұстары қалай аталады? Құс жолының бейнесін ақын кеме тәсілі арқылы суреттеген. Неге? Себебі кемеге ұқсатып, өлеңдетіп жазған. Бесінші, ай мен күнге қандай теңеу айтар едің? Ай дөңгелек ақ табақ, шар секілді. Күн алтындай жарқыраған сақина, әдемі жақұттай сәулелі. Айдай аппақ, күндей көркем деп еркелетеді. Бізді сол сияқты теңесек болады. Күннің бату, шығу тұстары қалай аталады? Күн шығыстан шығып, батыстан батады. Яғни шығыс, батыс деп аталады. Жеті, құс жолын, жеті қарақшыны тақтаға сызып көрсетіңдер. 8, жұмбақтарды шеш, жұмбақтың шешуін қалай білдің дейді. Санымыз қанша білмейміз, түнімен көз ілмейміз. Қанатсыз құс манып барады, көзінен жас тамып барады. Ең алдымен 7-ші тапсырма, құс жолы, жеті қарақшы қалай көрінетінін көріп алайық. Тақтаға осыған ұқсатып, сызбаны көшіріп сызсаңдар болады. Ал 8-ші жаттығуда жұмбақтың жауаптары. Бұл жұлдыз және бұлт. Жұлдыз болу себебі жұлдыз тек түнде қаптап шығып, таңға таяу жоқ болатын дене. Сол үшін саны қанша екенін білмейді, түнімен көз ілмейді. Ал бұлт болса қозғалып отырып, қалқып жүріп жаңбырлатады. Яғни қанатсыз құс дегені аспанда жүріп баратқан дене деген сияқтыны білдіреді. Келесі түсініп оқы. Планетарий. Ашық күндері тал түсте жұлдызды аспанды көргілерің келе ме? Ендеше планетарийға барыңдар. Жұлдызды аспанның тәулік бойына қалай өзгеріп тұратынын 4-ақ минуттың ішінде көріп, жұлдыздар мен ғаламшарлардың шапшаң қозғалысын бақылай аласыңдар. Мұнда біздің ғаламшарымызды көмкерілеп тұрған аспанның күн мен түннің кез келген уақытындағы қалпын, поляр шұғыласын, кометаны, яғни құйрықты жұлдызды тамашалауға ғарыш кеменің қалай
қалай ұшқанын көруге болады. Осы жерде баяндамашының ғаламшарлар күн жүйесі жайында, табиғат құбылыстары мен ғарышты игеру жөніндегі қызықты әңгімелерін тыңдау бір ғанибет. Планетарий қызық дәрістер оқылатын орын, ал оның осылай аталу себебі ондағы ең ғажайып дүние планетарий проекциялық аппаратына байланысты. Соның көмегі арқылы жұлдызды аспан әлемі көрсетіледі. Енді 9 мәтін бойынша сұрақтар құрап жазыңдар, және де 10 өзің білетін аспан денелерін ата. Аспан денелері туралы ертегі қора. Мысалы, ай мен күн деп қойыпты. Енді 9-ға жауап берейік. Сұрақтар: планетарий дегеніміз не? Планетарий не ақпараттар береді? Онда не көруге болады? Планетарийға қай уақытта бару керек деген сұрақтар қойсақ болады. Ал біз білетін аспан денелері күн, ай, планеталар, жұлдыз, комета, құс жолы, тағы да басқаларды айтсақ болады. Ал ертегіні өздерің ойларыңнан болмаса оқыған жерлерінен көшіріп, болмаса есте сақтап айтсаңдар болады. Мысалы, ертеде ай мен күн бір-біріне ғашық болыпты. Бірақ екеуіне бір болу бұйырмапты. Ай қайғырып өмір бақи бірде азып, бірде толып күнді ойлаумен өтіпті. Қатты ғашық болған ай содан түнеріп, көз жастарын жұлдыз қылып жаратыпты. Айдың бар жылуы мен жарығы содан азайған екен. Содан бері аспанда жұлдыз көп болса, ертеңгі күн жылы болады деп болжайды. Бұл күннің айға деген махаббатының белгісі. Осымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сабақта бес алуларыңа тілектеспін. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар балалар.